SpaceX Crew Dragon demo 1 миссиясының ұшырылуы жақын. 2019 жылдың басында SpaceX-тің Crew Dragon ғарыш кемесінің халықаралық ғарыш станциясына алғашқы сапары тағы бір қадамға жақындады. НАСАның айтуынша, демо 1 атты экипажсыз миссия құрал жабдықтарды сынау мен капсуланың түйісуін тексеруді қорытындылайды. 2019 жыл 24 қаңтарда SpaceX ғарыш кемесін көтеретін Falcon 9 зымыранының статикалық тұтандыру сынағын сәтті аяқтады. Crew Dragon'ның макеті. NASA мен SpaceX демо 1 миссиясын 2019 жылы наурызда ұшыратындарын мәлімдеді. NASA астронавтары Crew Dragon ішінде. Егер ұшу сәтті болса, SpaceX бас директоры Илон Маск твиттерде жазғандай, NASA ғарышкерлері ғарыш станциясына осы жазда аттанады. Демо 1 миссиясы жаңалықтарын Space.com сайты мен біздің арнадан қадағалаңыздар.